Мәжілістің бүгінгі жалпы отырысында 11 мәселе қаралды. Соның ішінде ең көп талқыланғаны әрі қызықтысы электронды ақша туралы заң жобасы. Екінші оқылымда қаралған бұл құжатқа қатысты депутаттардың пікірі қақ жарылып, халық қалаулылары заң жобасын әлі де толықтыру керек деп үшінші оқылымға жіберді. Жалпы электронды ақша интернетте сауда-саттық жасауға арналған. Ол үшін кез келген адам банктерге барып электронды әмиян ашады. Сосын ғаламторда сатылатын заттар мен көрсетілетін қызмет үшін қолма-қол ақшасыз электронды түрде есеп айырыса беруге болады. Бір қызығы $1000 дейін анонимді түрде төлем жасауға болады, және тәулігіне әр адам $5000 дейін электронды ақшаны қолдана алады. Ал мұндай қомақты сома қаржылық құйтырқылыққа апаруы мүмкін. Оның үстіне электронды ақша дүкенге барып сауда жасауға жарамсыз. Тек интернеттегі тауар мен қызметке арналған. Ендеше мұншама көп ақшаны пайдалануға рұқсат берудің не керегі бар дейді депутаттар. Тағы бір түйткіл электронды ақшаны айналымға жіберетін операторға қатысты. Ұлттық банк әзірлеген заң жобасы бойынша бұл іспен коммерциялық банктер айналысуы тиіс. Ал депутаттар ауылды жерде банктер болмағандықтан мұндай құзыретті Қазпоштаға беруді ұсынып отыр. Поштаға осы электронды ақша шығаруға мүмкіншілік бермей отыр. Ал мысалы, ауылдық жерде қазір интернет дамымаған. Жалпы біздің азаматтардың 20% интернетте жұмыс істейді. Сонда қалғандары бұл ақшамен пайдалана алмай ма деген сұрақ туындайды. Әсіресе ауылдық жерде. Біздің азаматтардың 50% ауылдық жерде тұрады. Мысалы, поштада болатын болса болады. Мысалы, поштаны банк арқылы деп жасайды. Сонда банкі мен жаңағы поштың ортасында, халықтың ортасында бір үйім пайда болады. Олар мысалы өз пайдасын табады, өте қымбат болады. Сол себептен бүгінгі бұл заңды қабылдамағанымыз өте дұрыс деп есептеймін.